Сөз Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының вице-президенті, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің басқарма төрағасы ректор Күрішбаев Ақылбек Қажыұлына беріледі. Құрметті депутаттар, парламенттік сағатқа қатысушы әріптестер, неге Қазақстанда аграрлық ғылымның жетістіктері басқа дамыған елдер сияқты өндіріске кең көлемде енгізілмейді? Бұл сұраққа біздің шетелдік серіктестер былай жауап береді. Мәселе фермерлерде емес, ғалымдардың өздеріне байланысты. Егер жоғары өнімді суперсорт, жоғары тиімді агротехнологиялар шығарылса, фермерлер өздері кезекке тұрып, ғалымдардың әзірлемелерін сатып алады. Ал неге бізде ондай сорттар жоқ? Біріншіден, мәселе қаржыда. Бүкіл Қазақстанның селекциясына барлық дақылдарға 1 миллиард теңге бөлінеді. Бұл 2 миллион доллардан сәл асады. Ал дамыған елдерде бір дақылдың бір сортына ең аз дегенде 1 миллион доллар жұмсалады. Яғни мұндай қаржыға біз суперсорт шығару мүмкін емес бізде. Екіншіден, мәселе ғылыми тәсілде. Дамыған елдерде сорт биотехнологик тәсілдермен гендік деңгейде жасалады. Ал біздің селекционерлерде олар сияқты қажетті биотехнологиялық зертханалар, фитотрондар, жылыжайлар, ұлттық генетикалық өсімдік қоры жоқ. Ағылшындардың сөзімен айтсақ, біз жаңа автокөлікті қолданыстағы ескі велосипедтің бағасымен сатып алғымыз келеді. Шетелдік ғалымдардың тағы да бізге айтатыны, сіздер реформаны жасағанда аграрлық ғылымды басқару жүйесін өзгерте бересіздер. Ал шын мәнінде аграрлық ғылымның басқару формасын емес, мазмұнын өзгерту керек. Яғни біз ойымызға келген жасай бермей, дамыған елдердің тәжірибесіне жүгінуіміз қажет. Біріншіден, мысалы ақш-та ауыл шаруашылығы зерттеулерінің ішінде стратегиялық және өзекті зерттеулерді конкурстан тыс қаржыландыру, үшінші слайды көрсетіңіз. Қаржыландырудың көзі 48% құрайды. Ал Қазақстанда аграрлық жобалардың барлығы конкурс арқылы жүргізіледі. Мысалы, заманауи сорт технология шығару үшін заманауи фундаменталды білім керек. Ал бізде аграрлық ғылымның барлығы қолтаңбалы ғалым, прикладная наука деп бөліп жібердік. Екіншіден, заманауи мамандарды даярлаудың және тиімді инновацияларды дамытудың ең қысқа жолы зерттеу университетін ұйымдастыру. Бұл халықаралық модель. Ендігі бастық мәселе ғылыми және аграрлық кадрларды даярлау. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің мысалында не істегенімізді және қандай жүйелі проблемалар бар екенін айтқым келеді. Мемлекет басшысының қолдауымен біз зерттеу университеті ретінде жұмыс істей бастадық. Бізге ауыл шаруашылығы министрлігінің шешімімен 4 ғылыми зерттеу институттарымен тәжірибелік шаруашылық берілді. Ғылыми зерттеу институттарымен бірге жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлеуде, интеграцияланған ғылыми зерттеулер орындалуда, ашық үлгіде зертханалар құрылуда. Бізге берілген ғылыми зерттеу институттардың базасында дуальдық оқыту басталды. Яғни студенттер практикалық тәжірибені ғылыми зертханалармен тәжірибелік шаруашылықта өтіп жатыр. Университет 7 шетел жоғары оқу орындарымен қос диплом алу бағдарламасына ауысты. Соның ішінде тек қана биылғы жылы 5 университетпен келісімшартқа отырдық. Аграрлық білім беру бойынша QS рейтингісі әлемдегі бірінші орындағы Вагенинген университетімен бірлескен білім беру бағдарламаларын әзірленді. Осы рейтингте 4-ші орындағы Агропариштех Франция университетінің профессорларының жетекшілігімен біз оқу бағдарламаларын жаңғыртуды бастадық. Қазір ақш-тың жетекші университеттердің бірімен филиал ашу туралы жұмыс жүргізудеміз. Профессор оқытушылар еңбегінің ынталандыру үшін оқытушылардың жалақысы соңғы 10 айдың ішінде 2 есе өсті. Соңғы 30 жылда бірінші рет студенттер мен жас ғалымдарға арналған жатақхананың құрылысын бастадық. Осындай игі жұмыстардың нәтижесінде университеттеріміз QS Азия әлемдік рейтингісінде Орталық Азия жоғары оқу орындарының арасында бірінші рет 6-шы орынға шықты. Бірақ сонымен қатар келесі проблемалар бар. Бірінші,
Аграрлық кадрларды даярлау және аграрлық ғылымға жаңа серпіліс беру үшін Қазақстандық зерттеу университеттерінің даму бағдарламаларын ұзақ мерзімді және тұрақты қаржыландыру қажет. Ондай мүмкіндік бізде жоқ. Екінші, 2023 жылы мемлекеттік тапсырыс ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша 59%-қа ғана игерілді. Айта кетсек, балық шаруашылығы, мал шаруашылығы, су ресурстары мамандықтары бойынша мемлекеттік гранттардың 70-80% игерілмей қалды. Мысалы, биыл бүкіл республика бойынша, бүкіл еліміз бойынша университеттерге мал шаруашылығы мамандығына тек қана 100 адам түсті. Ал су шаруашылығы және суды пайдалану мамандығы бойынша тек 108 адам түсті. Мұндай кадрлармен біз қалай саланы көтереміз? Сондықтан ұлттық университеттерде ауыл шаруашылығы мамандықтарына түсу 60 балдан 55 балға дейін төмендетуді сұраймыз. Үшінші, басқа жоғары оқу орындарымен салыстырғанда аграрлық университеттердің студенттері көштің соңында тұр. Олардың стипендиясы педагогикалық білім және денсаулық сақтау бағыттары бойынша білім алушыларға қарағанда 26 мың теңге аз. Ауылда бұл үлкен ақша. Сонымен қатар, су ресурстары мамандығына түсетін талапкерлерге ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде бейіндік пәндер дұрыс анықталмаған. Осы мәселелер туралы ғылым және жоғары білім министрлігіне бірнеше рет хат жаздық. Соларды мұқият қарасаңыздар. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша 14 жыл ішінде ауылға 95 мың маман көшіп барды. Соның ішінде агроөнеркәсіп саласына барғандардың үлесі 3%. Статистика бойынша ауылға аграрлық мамандықтарды бітірген түлектердің 50%-дан астамы бармайды. Оған қоса жоғары айтылғандай аграрлық университеттерге түсетін талапкерлердің саны жылдан жылға күрт төмендеп барады. Бұл жағдайда ауыл шаруашылығы саласының болашағы не болады? Сол себептен ауыл шаруашылығын көтеру үшін дәйекті және жүйелі шаралар қабылдау қажет. Құрметті депутаттар, менің ойымша, бұл өзгерістерді аграрлық ғылым мен кадрларды даярлаудың жаңартылған жүйесінен бастауымыз керек. Назарларыңызға рахмет.